Жалпы есіме түсіп отыр, 5-ші класста деймін, оңға дейін тұтас кітапты оқып көргеніміз жоқ. Кітапханадан сол қарағаным жаңағы біздің заманның геройы. Ол кезде Лермонтов дегеннің кім екенін көп біле бермейміз ғой енді. Бірақ ана геройы деген сөз маған ұнап, ол не герой? Иә. Біздің заман батыр емес, біздің заман геройы деп сол қазақша шықты, иә. Соны ең алғаш оқып шыққан, бастан аяқ оқып шыққан кітабым сол болды. Содан кейін кітапқа деген бір махаббат оянып, жаңағы Робинзон Крузо, енді ол қатты әсер етті. Қазына аралы деген, солар енді ары қарай кете бер, сөйтіп кітапқа деген құлшынысымыз сол әлі күнге дейін таусылған жоқ. Негізі ең қатты әсер еткен кітап не деген сұрақ қойды жаңа Талғат. Соған байланысты айтарым, енді әрине өзіміздің қазақ көркем өнер, көркем сөзінен алар болсақ Абай жолы әрине. Ал әлемдік дүниеде қатты әсер еткен енді Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздығы. Мен әлі күнге дейін біраз жерде айтып та жүрмін. Жалпы 4 томдық жаңағы Абай жолының 2 томы жаңағы қолмен жазылды да, қалған 2 томы диктовкамен жазылған шығармалар, томдар. Данабике Байқадамова сол жаңағы Мұқаңның, Мұхтар Әуезовтің несі машинисткасы болған. Соны ана кісі былай қолын артына қайырып, бөлмеде ары бері жүріп диктовка жасайды да, Данабике жазып отырады. Ол өте бір қызық естелік. Сонда қазір сол қалған ана алғашқы 2 том жарайды, ода жаңағы стилистика бәрі дұрыс дейді. Ал ана 2 томден ауызекі жазылды ғой енді, кәдімгі диктовкамен. Соны қарап отырсаң, не деген мәселен терең, жаңа қатпар, жаңағы слой дейді ғой, жаңағы жатқан таңғаласын. Мына бір мәселенің бетіндегі бір әңгімені айтып отырған секілді, бірақ оның мағынасы анау тереңде, оның алдындағы томдарды оқымасаң оны білмейсің, көрдің бе міне. Соны қалай ғана осының бәрін ойында сақтап, диктовка жасап, Мұқаң алып шыққанына таңғаламын. Бұл енді жалпы әдебиеттің теориясына келмейді. Мына біздің шарықтау шегі, жаңағы аяқталуы бар, концов, пролог, эпилог деп ондайға жоқ. Оған көбінде кейінгі прозадар келеді. Ал Мұқаңның прозасы енді нағыз қазақы, нағыз жаңағы Абай жолын айтам да мәселен. Бұл енді шында да үйренетін де дүние көп. Жалпы қазақ прозасы қандай болу керек десе, осы Мұқаңның сол Абай жолынан алуға болады. Өзі де баяндау да, жаңағы не дейді, небір дүниедер өзі прозада кездесер дүниенің барлығы сол жерде бар. Мен айтайын деген ол емес, негізі айтайын деген мынау еді. Біз енді Шекспирді әрине өте құдай тұтамыз. Жаңағы көркем сөздің эталоны ретінде, махаббат туралы жазылған эталон ретінде ылғида оның жаңағы Ромео Джульеттен алға шығарамыз ғой. Мен Абай жолындағы 4-ші томда ма, 4-ші томда деймін, Әбіш пенен Мағыштың, Мағрипаның жаңағы махаббаты, бұл енді өмірдегі реальный болған дүние. Не деген ұлы махаббат мәселен, соған әлі күнге дейін табынамын. Мәселен Шекспир жарайды, енді ұлы деп табынамыз, бірақ оның жаңағы Ромеоның өтірік өлгені де, жаңағы Джульеттаның өлгені де, сондай не бар ғой, мифологиялық бір не дейді енді бұны,
былай өмірге енді өлген адам қайта тірілмейді ғой енді. Аны бір уақытша өлтіріп қояды да, енді ол енді біздің неге енді сана сезімге көп қатты әсер ете бермейді. Ал мына Әбдірахман менен жаңағы Мағрипаның махаббаты қазір айтып берейін. Соны ешкім осы көңіл аудармай кеткен. Әлде 3-4 томды оқымай ма, жетпей ме, соны өзі айтып жүретін адам жоқ. Не деген ұлы махаббат деп. Мәселен, жаңа Питерден кім Әбіш оқып жүрген кезі Европаша киінген будущий офицер, былайша айтқан келешек офицер Шыңғыстауға келеді, жазда дем алады. Сол жазда Ноғайдың қызы әдемі, сондай Ноға енді аппақ торғындай Мағрипамен танысады ғой. Сөйтіп танысып, екеуі қол ұстасып, келесі жылы тағы келетін болып, сөйтіп бір жылға тағы кетеді. Бірақ келесі жыл келгенде Әбіш бармай қалады. Мағрипадан, Мағыштан алыстау жүріп, уәдесінде тұрмай, Мағыштың ауылы бір қырдың ар жағында, неге бара салмайды? Сол бір ай өтеді, сонда бір досы келіп айтады: сен бұның не, Әбіш? Анау күтіп жүр ғой сені, баяғыда уәделестіңдер ғой, неге бармайсың? Дейді ғой. Содан бұл енді қиналып, жарайды енді барсам барайын, сен айттың, барады ғой. Сөйтсе екеуіне жеке киіз үй тігіп қойған екен, шай бар, стол бар, дастархан бар. Сол жерде екеуін жеке қалдырады да, жеңгелер шығып кетеді. Сол жердегі әңгімені енді, бұл енді бір ауыр әңгіме, қандай бірақ шеберлікпен берген мұқан. Екеуінің психологиясы. Әбіш айтып отырады, сөйлеп отырады. Енді Мағыш, сенен асқан мәселен қыз жоқ, қалай болғанда да мен сенен артық таба алмасым деген секілді ғой енді. Дейді. Сосын айта алмай отырау, жеткізе алмай отырау, о жақта анау қалада біреу тауып алған ғой, соны енді айта салмай ма деген секілді ана Мағрипаның психологиясын береді да, қайта. Анау айтады, енді бірақ мен саған үйлене алмаймын, соны айтайын, ашығын айтуым керек дейді. Енді сосын айта салмай ма, білдейіп, онды сезіп отырым деген секілді Мағрипа. Тапқан екен, міне енді көзіміз жетті, енді немен оны мінгірлеп, ашық айтпайды. Деп сондай бір арбасқан бір екі ара психологизм. Сосын кейін бір кезде Мағрипа үндемейді, тек үнсіз төмен қарап тыңдап қана отыр. Бір кезде айтады, мен саған үйлене алмайтыным, мен өлемін дейді. Сол кезде Мағрипа асылып барып Әбіштің мойнынан құшақтай алады ғой. Бірге өлеміз дейді. Бірге өлеміз. Сол сөзінде Мағыш тұрды, Мағрипа. Абайдың өлеңдерін қарасаңыздар, Мағыштың атынан екі жоқтау жазған. Ол бұлай болған. 1896 жылы Әбішті Алматыдан алып келеді ғой. Аманатқа бір жылға тастап, бір қыс тастап, көктемді алып келеді. Киізге орап, сонда ашып жіберсе, офицерлік өзінің шенімі, несімен, әдемі киімімен соқ алып әппақ болып жатыр дейді. Соны көрген кезде Мағыш үстіне құлайды, жылап. Содан жаңағы кімнің Мағрипа содан кейін тек қара суған ішеді, жалпы өзін-өзі өлімге дайындайды ғой, былайша айтқанда. Сол жылдары, сол жазда жаңағы оразбайдар жаңағы Абайды соғып, Абай ренжіп атқа мініп бір жаққа кетеді ғой. Біреулер айтады, Зайсан жаққа, не дейді, алдынан не бір адамдар шығып Абайдың алдынан жаңа қайт Абай, қайт, енді бір ашуыңды бер деген секілді, соны біріне қарамай кете береді. Тартып келеді.
Ештеңе өмірден түңіліп, жалпы тобықтыдан түңіліп, елден түңіліп, қайда бара жатқанын өзі де білмейді. Сонда тағы бір кім екенін ұмытып қалдым енді. Тағы бір не шапқылап келіп, артынан қуып келіп, анандай жерге аттан түсе қалып жерге жата қалып. Абай қайт, өмірде мағыш өтті дейді. Сол сөзді естіген кезде Абай күңіреніп аттан құлап түсіпті деймін, енді ұмытып қалдым мен енді, аттан түсіп, көрдің бе? Міне, екі жастың махаббатының Абайды тоқтатқаны. Сонда деймін де, мағыш жаңағы мен енді бірге өлем деді ғой, сөйтіп ақыры бірге өлді. 2 жылдан кейін бе, 1 жылдан кейін бе есімде жоқ менің. Міне махаббат, бұдан артық өмірде болған міне, мағыш міне. Біз басқа жақтан асылымызды іздейміз. Асылымыз міне жатыр. Соның бірі міне Абай жолы.